Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Мен сіздермен өте дәмді шығатын етті бәліш рецептісімен бөліскім келіп отыр. Оған керектерді мен астына жазып қалдырып кететін боламын. Алдымен бізге осындай көренді ыдысқа айранымызды қойып, оған сода салып әбден араластыру керек. Ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Сары майымыздың сапасы жақсы болса, мүлде жақсы болады. Міне осылай екеуін біріктіріп, тары тәріздес, яғни крошка тәріздес ұнтақ дайындайтын боламыз. Видеодағыдай сегіздер болады. Міне осындай крошка ұнтақ дайын болу керек. Дайын болған ұнтағымызға жаңағы айранымыз бен содамызды салып араластырамыз. Байқадыңыздар ма, айран пенка тәріздес болып біршама көтерілген. Міне сәл кішкене араластырып аламыз да, бір жұмыртқамызды саламыз осының үстіне. Одан кейін жақсылап илеп, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамыр қолға жабыспайтын, өте нәзік болады. Оны бір 15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Салмасына кірсек, осылай бірінші бөлек ыдысқа пиязымызды салып, қара бұрышымызды үстінен салып, бөлек араластырып аламыз әдеттегідей. Одан кейін етімізді және сәбізімізді саламыз. Менде мына жерде видео өшіп қалыпты. Сосын салмасына тұзын көбірек салсаңыздар болады. Өйткені біз қамырына тұз салған жоқпыз. Тұзы көбірек болғаны дәмін әдемі келтіреді. Келесі дайын болған қамырымызды осылай 3 бөлікке бөлеміз. 2 бірдей және 1 кішкентай ғана бөлікке. Бір бөлігін осылай жаясыз. Табақ көлеміне қарай жаясыздар. Менде осындай табақ, сондықтан мен сәл қалың болды менде. Егер үлкендеу болса, ол да жақсы болады. Болғаннан кейін салмасын саласыздар. Айта кететіні, салмасын барынша сұйық қылуға тырысыңыздар. Яғни фаршты әбден ылғалды емес, құрақтау болғаны өте жақсы болар еді. Одан кейін екінші бөлігін жайып, бетіне жабатын боламыз. Және де шет-шетін жақсылап бекітетін боламыз. Ашылып кетпейтіндей өрсеңіздер де болады. Мен осылай өрдім. Ендігі кезекте жұмыртқаны жарып, бетіне жағамыз. Мен тек қана жұмыртқа жақтым. Жұмыртқаға кішкене сүт араластырып жақсаңыздар да болады. Жаңағы үшінші бөлікті осылай видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай істеп, орап, гүл шығарсаңыздар болады. Бұл міндетті емес, бұл жай ғана әдемілік үшін. Бетіне басқа да нәрселер істесеңіздер болады. Келесі кезекте мак және күнжіт. Мен тек күнжіт себемін. Егер мак болса мак, күнжіт болса күнжіт. Міне біздің бәлішіміз пешке кіруге дайын. Енді оны жарты сағатқа 120 градуста пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.